сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жігіті пәктігіне сенбеген бойжеткен өзіне қол жұмсамақ болды. Сіздердің ақылдарыңыз бен жылулықтарыңыз қажет. Қатты сөкпеңіздер. Басынан бастап айтып берейін. Үйде әке-шешем күнде ұрсады. Әкем анамның ашуына тию үшін күнде ішеді. Анамның жүйкесі тозып бітті. Бір нәрсе сұрасам болды, ұрсып жібереді. Одан қатты қорқамын. Өзге отбасылардағыдай ана мен қыз болып сырласуды армандайтынмын. Күні-түні әкемнің ішпеуін тілейтінмін. Түнде көршілерден ұяламын. Әке-шешем ешкімге қарамай айғырласып жатады. Кішкентайымнан көрген күнім осы. Туыстарымнан да қолдау көрмеймін. Барлығы қосылып алып, анамды жамандайды. Нағашыларым әкемнің ішімдікке салынуына бізді кінәлап отыр. Оларға сөз қайтаруға батпаймын. Жақындарымнан жылу сезбегендіктен қатты қиналамын. Шынымды айтсам, кейде өзіме қол жұмсағым келеді. Анам бізді асырап отырғанын бетімізге басады. Ақша мәселесіне байланысты қиындықтарымыз көп. Бірақ шүкір деймін. Кейде барлығын тастап тұрмысқа шығып кеткім келеді. Маған жолыққан адам әкем секілді болмас екен деп ойлайтынмын. Бір жыл бұрын жүрген жігітімді қатты сүйдім, бірақ ол мені тастап кетті. Араға бір жыл салып қайта келді. Мен қатты қуанып, арамыз жылына бастады. Үйдегі қиындықтардан әбден шаршатты. Қазір жасым 18-де. Бір күнге жігітім төсектес болғысы келетінін айтты. Мен қарсы болмадым. Тұрмысқа шығып барлық қиындығымды артта қалдырамын деп ойладым. Бірақ қыздығым түспегендіктен жігітім маған сенбей жүр. Қатты қиналғанымның үстіне қиналып кеттім. Түрлі ойдан басым қатты. Жігітімнен күнде түрлі сөз естимін. Қыз болсаң, қыздығың неге алынбады деп ұрсады. Қанша рет ақталуға тырыстым. Әпкелерім не істесем болады? Осы қиындықтарды өткендер бар ма? Ақылдарыңыз бен жылулықтарыңызға зәрумін. Әке-шешем мен туыстарымның тарапынан ешқандай қолдау жоқ. Оларға бөтен адам секілдімін. Сөкпеулеріңізді өтінем. Тек қана қолдау күтемін.